Баршаларыңызға сәлем бердік. Сіздермен Маржан. Бүгін осындай бір өте эстетичный, көзге жағымды көрінетін тағамдармен бөлісетін боламын. Қарағанға да, жегенге де өте жағымды. Ең алдымен кәуап, шашлык. Бұл шашлыкты толығымен мен өзім әзірлемедім. Мен осындай видео канал жүргізетінді, тағамдар түсіріп жүргізетінді білгендіктен әкемнен сұрадым. Ол кісілер маған видео жасап берді. Кейін мен монтаждап осылай озвучкасын жасап отырмын. Енді өте түсінікті, бәрі негізінде өте оңай. Тауықтың бөлшектерін осылай бөліп аласыздар керегінше. Үлкен, кішкентай кімге қалай ыңғайлы, солай бөліне береді. Кейін осы жарим мясоны қосамыз. Тек қана болды. Жарим мясо, тауық еттері, тұз, бұрыш, пияз, ештеңе керек емес, тек қана осы приправа. Әзірлеп көріңіздер. Керемет болып шығады енді. Біз бұрында әртүрлі заттар қосып маринад жасайтынбыз. Қазір осы приправамен ғана жасаймыз. Халал ішінде бар. Кейін қараңыздар, қандай көзге жағымды көрінеді. Өте әдемі. Жанындағы иісті айта алмайын. Енді өте керемет болып шығады. Ерекше ғой, ерекше. Отқа піскен тағам әрдайым ерекше. Самовардың шайы өте бір сондай балалықтың иісі, балалықтың дәмі ауызда қалып қалған. Ас болсын, әзірлеп көріңіздер. Енді мен мангалға, шампурға кигізіп пісіріп көрмедім өзім. Біз жақта енді бұны жасайтын ер кісілер ғой. Шашлыкты пісіретін, коктейльді пісіретін ер адамдар. Әкемнің шашлыгы таусылды. Енді духовкадағы окорочкамен тауық. Тауық пен картошка шатасып кетіппін. Бұл жерде енді бұл да оңай, бірақ өте бір дастарханға қонақ келгенде де қоя салғанға тез піседі, оңай піседі, көп күшті алмайды, әрі дәмді болып шығады. Мен осы тауықтың аяқтарын осылай үшке бөліп аламын да, жұмсақ етін екі бөлікке бөліп саламын. Сонда осындай ірі бөліктер шығады. 3 адамға деп әзірлеп жатырмын. Сонда бізде 2 тауықтың саны кетті. Менде бұл чеснок, паприка, тауықтың приправасы, тұз, кішкене қант және де бұрыш. Кейін барлығын араластырып қоямыз. 2-3 сағатқа қойсаңыздар жақсы болады. Енді қоймай бірден әзірлей берсеңіздер де болады. Картошканы кейін, уже тауық мариновация етіліп болғаннан кейін үстіне қоса саламыз. Барлығын духовкаға 180 градусқа 50-55 минуттың ішінде пісіп шығады. Осылай араластырып саласыздар, листқа саласыздар да духовкаға жібересіздер. Қараңыздар, не деген әдемілік мынау. Тіпті осы противнен апарып қоясың да болады.